Кайрылуу күн. Осындай өте әдемі, өте дәмді капкейкидің ең оңай рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны до конца қараңыз. Ең алдымен кремін дайындап аламыз. Сливкиге қант немесе сахарный пудра қоссаңыздар болады. Формасын сақтағанша араластырып, холодильникке салып қоямыз. Үш жұмыртқамызға 1 стакан қант қосамыз. Кішкене көтерілген соң май қосып араластырамыз. Салқын су қосамыз. Суыңыз міндетті түрде салқын болу керек. Какао ұнын қосамыз. Қопсытқыш қосамыз. Дайын болған тестаны өзіңіздің печкаңызға байланысты орташа температурада 7-10 минут аралығында пісіріп аламыз. Дөңгелекше етіп кесіп аламыз. Қараңыздар, 3 жұмыртқадан қалай көтерілген, өте жұмсақ. Құрғап қалмау үшін сироп жағып шығамыз. Сироп ретінде газдалмаған тәтті сусындар пайдалансаңыз болады. Осындай ыдысымызға бірінші қатарын салып шығамыз. Жаңағы дайындап қойған кремді жағып шығамыз. Енді екінші қатарын қойып шығамыз. Крем жағамыз. Және бір қатар қойып жіберсеңіздер болады. Немесе осылай қалдырсаңыздар болады. Бетіне осылай шоколад қойсаңыздар болады, немесе просто какао сеуіп қойсаңыздар да болады өз қалауларыңызбен. Видеодағы қызыл капкейкінің рецепті дәл осындай. Какаоның орнына қызыл бояу қосылған. Видео ұнаса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Аштарыңыз дәмді болсын.